Тірі ағзалар әлемі арқылы өтетін энергия бір бағытта жүреді. Ыстық күннен энергия жерге түседі де, түзуші ағзалар оны химиялық байланыстар энергиясына айналдырады. Содан кейін ол қоректік тізбектер арқылы өтіп, бір уақытта жылу ретінде суға, құрлыққа және ауаға беріліп, соңында ғарыштық кеңістікке бөлініп шығады. Атмосфера мен гидросферада көміртек көмір қышқыл газы түрінде кездеседі. Осы күйде оны өсімдіктер сіңіреді және органикалық қосылыстар түзеді. Шөп қоректі жануарлар өсімдіктер өндіретін органикалық қосылыстармен қоректенеді. Тыныс алу кезінде бұл жануарлар түзуші ағзалар қолданатын көмір қышқыл газын бөліп шығарады. Қоректік тізбектің әр деңгейіндегі тұтынушы ағзалар көміртегіні қабылдап, тыныс алу кезінде көмір қышқыл газын шығарады. Тұтынушы және түзуші ағзалардың соңғы өнімін және қалдықтарын ыдыратушылар өңдейді. Бұл ағзалар органикалық қосылыстарды бейорганикалық қосылыстарға дейін ыдыратады. Оны түзуші ағзалар пайдаланады. Әдетте жоғарғы сатыдағы өсімдіктер, шөп қоректі жануарлар, яғни бірінші реттік консумент ағзалар үшін қорек болып табылатын органикалық қосылыстарды түзеді. Олар өз кезегінде екінші реттік консумент ағзалар, яғни жыртқыштар үшін жем болады. Жыртқыштар саны биоценоздың түр құрамына байланысты болады. Тізбектің соңғы байланысын редуценттер, яғни органикалық қалдықтарды өсімдіктердің сіңіруіне қолайлы жай қосылыстарға айналдыратын ағзалар. Алғашқы экологиялық сукцессия бұрын ешқандай биоценоздар қоныстанбаған жерлерде орын алады. Жаңа аймақта пайда болатын алғашқы организмдер қоршаған ортаның жағдайларын барынша аз қажет етеді. Бұлар негізінен микроорганизмдер, теңіз балдырлары, мүктәрізділер және қыналар. Содан кейін аймаққа өздеріне дейін болған организмдердің қалдықтарымен қоректенетін редуценттер қоныстанады. Олар топырақтың қалыптасуына, шөптердің және басқа да шөптесін өсімдіктердің өсуіне, ұсақ жануарлардың пайда болуына мүмкіндік туғызады. Сукцессияның келесі кезеңінде бұталар және ағаштардың әр түрлері дамиды. Сукцессияның климакс деп аталатын қорытынды кезеңінде биоценоз тұрақтанған, яғни қоршаған ортаның жағдайларына барынша жақсы бейімделген болады. Ол бұрын ешқашан тірі ағзалар қоныстанбаған жерлерде алғашқы түрлердің тұқымдары мен споралары түскенде туындайды. Бұл ағзалардың қатысуы мен қызметі қоршаған ортаның өзгеруіне алып келеді. Түрлердің құрамы мен мөлшерлік арақатынасы